Алла тағала тозақ жайлы оның 7 қақпасы бар. Әр қақпаға олардың ішінен арнайы топтар бөлінген деп айтқан. Ибн Хурайж тозақтың 7 қабаты бар. Олар Жаханнам, Ләзза, Хутама, Саир, Сақара, Жахим және Хауия. Бірінші қабаты иман келтірген күнәһарлар үшін, екінші қабаты яһудилер үшін, үшінші қабаты христиандар үшін, төртінші қабаты жұлдыздарға сыйынғандар үшін, бесінші қабаты отқа табынушылар үшін, алтыншы қабаты пұтқа табынушылар үшін және жетінші қабаты мұнафықтар үшін деп айтқан. Табаранидің Аусат атты кітабында былай деп жазылады. Бір күні Жәбірейіл алейхиссалам әдетте келетін уақытынан басқа уақытта келеді. Пайғамбарымыз алейхиссалам оны тосып алып, Жәбірейіл, неге жүзің салқын тартып қалған деп сұрайды. Жәбірейіл, егер Алла тозақтың көріктері туралы мағлұмат беруімді бұйырмағанда саған келмес едім дейді. Алла алейхиссалам, Жәбірейіл, маған тозақ туралы айтып бер дейді. Жәбірейіл алейхиссалам баяндай бастайды. Алла тозақтың отын жағуды бұйырды. 1000 жыл жағылғаннан кейін ол ағарды. Тағы жағуды бұйырып, 1000 жыл жағылғаннан кейін қып-қызыл болды. Содан соң тағы бұйырды. Сөйтіп тағы 1000 жыл жағылғаннан қап-қара болды. Ол енді қап-қара, енді одан ұшқын жылт етіп жалын жарық шашпайды. Сені пайғамбар қылып жібергенге ант етейін, тозақтан бір иненің көзіндей тесік ашылса, бүкіл жер жүзіндегі жандылар өледі. Сені хақ пайғамбар қылып жібергенге ант етейін, егер тозақ күзетшілерінің бірі бұл дүниедегілерге көрінсе, бүтіндей жер жүзіндегілердің оның жағымсыз көрінісінен және сасық иісінен өліп қалмақ. Сені хақ пайғамбар қылып жібергенге ант етейін, егер тозақтылардың кісенділерінің бір жүзікшесі оның қандай екендігін Алланың кітабы Құранда суреттелген бұл дүниедегі таулардың үстіне қойылса, оларды жердің астына шөкіртіп жіберер еді. Таулар оның салмағын мүлдем көтере алмақ емес. Сөз сол жерге келгенде пайғамбарымыз алейхиссалам, Жәбірейіл, осыншамасы жеткілікті. Тағы сөйлесең жүрегім жарылып өлемін деп Жәбірейілге алейхиссалам қараса, ол жылап жатады. Алла алейхиссалам, о Жәбірейіл, Алланың алдындағы ұлы дәрежеңе қарамай сен де жылап жатырсың ба деп сұрайды. Жәбірейіл алейхиссалам, оған мен қайтып жыламайын, мен бәрінен көбірек жылауға тиіспін. Құдай біледі, бәлкім қазіргі орнымнан басқада бір дәрежеде болуы мүмкін еді. Ақыры бір күні мен иблистің жағдайына түсіп қалмасам екен деп уайымдаймын. Ол да періштелердің тобында емес пе еді? Харут пен Маруттың басына келген сынаққа мен де душар болмаймын деп айта алмаймын. Келешекте басыма нелер келер білмеймін деп жауап берді. Сонда Алла алейхиссалам де Жәбірейіл де жылады. Олардың жылауы еш басылмайды. Сол сәтте, о Жәбірейіл, о Мұхаммед, Алла сендерді күнәдан сақтайтын болды деген үн естілді. Сол үн естілгенде Жәбірейіл алейхиссалам ғайып болып кетті. Пайғамбарымыз алейхиссалам сыртқа шығып, ансарлардың бір тобы мере-сере болып отырғанын көрді. Оларға тозақ аттарыңда тұрса сендер күліп жатырсыңдар ма? Егер менің білгенімді білсеңдер, аз күліп көп жылайтын едіңдер, жеген ішкендерің де сіңбес еді, тауларға шығып алып Аллаға жалбарынар едіңдер дейді. Міне сол сәтте, о Мұхаммед, пенделерімдің үмітін үзбе, мен сені ауырлатушы емес сүйіншілейтін қылып жібергенмін деген үн естілді. Сонда пайғамбарымыз сахабаларға тура жолдан таймай Аллаға жақындаңдар деп айтты. Имам Ахмедтің риуаяты бойынша пайғамбарымыз алейхиссалам Жәбірейілден неге Микаилдің күлгенін еш көрмеймін деп сұрағанда, Жәбірейіл алейхиссалам, Микаил тозақ жаратылғаннан бері күлген емес деп жауап берді. Мүслімнің риуаяты бойынша Алла алейхиссалам қиямет күні тозақ әрбірін 70.000 періште тартқан 70.000 арқанмен сүйретіліп келеді деп айтқан. Абу Дауд риуаят еткен бойынша Алла алейхиссалам былай баяндайды. Алла пейіш пен тозақты жаратқан сәтте Жәбірейілді пейішке жіберіп, пейіш пен пейіштегілер үшін дайындағанымды көр дейді. Жәбірейіл барып пейіш пен пейішке кірушілерге дайындағандарын көріп Аллаға, ұлылығыңа ант етейін, оны естіген кісінің бәрі пейішке кіргісі келеді деп айтады. Сонда Алла тағала Жәбірейілге тозаққа барып, тозақты және тозақтыларға дайындағанымды көр дейді. Жәбірейіл алейхиссалам барып тозаққа қараса толқын-толқын болып оралып жалыңдап күйіп жатады.
қайтып келіп ұлылығыңа ант етейін, оның иесі ешкім ол жерге кірмейді дейді. алла тозаққа бұйрық бергенде ол құмарлықты қоздыратын нәрселермен оралды. Содан соң алла тағала Жибрилге тағы барып қарашы деп еді. Жибрил тозаққа қайта көріп, ұлығыңа ант етейін, ол жерге кіргісі келмеген кісі жоқ шығар деп қорқамын деді. Имам Ахмадтың айтуы бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам уайыл тозақтағы бір шұңқыр дала, кәпір оның түбіне түскенге шейін 40 жыл өтеді деп айтқан. Осы хадис Тирмизидің руаяты бойынша уайыл екі таудың ортасындағы өте шұңқыр дала, кәпір оның түбіне жеткенге шейін 70 жыл өтеді деп айтқан. Тирмизи мен Ибн Мажаның руаяты бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларына қайғы құдығынан Аллаға сиыныңдар деп айтады. Естіп отырғандар бірі, уа Алланың елшісі, қайғы құдығы деген не деп сұрайды. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам, ол тозақтағы бір дала. Тозақтың өзі одан қорғауды күніне 70 мәрте Алладан сұрайды. Ол жай ел көрсіндік үшін Құран оқығандарға дайындалған. Алланың ең қатты қаһарына қалатындар, ел көрсіндік үшін Құран оқығандар, залым патшаларды зиярат қылғандар дейді. Табаранидің жазғанына қарағанда, тозақтың өзі одан қорғауды күніне 400 мәрте Алладан сұраған бір дала бар дейді. Ол жер Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам үмбетінің 200-лер үшін дайындалған деп айтылады. Тирмизи риуаят еткен бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тозаққа лақтырылған үлкен тас 70 жылда түбіне жетпейді деген. Әзіреті Омар тозақты көп еске алыңдар, шынында оның ыстығы қатты, түбі шұңқыр және топырақтары темірден деп айтқан. Муслимнің риуаяты бойынша Абу Хурайра айтады, бір күні пайғамбарымыз бен саллаллаху алейхи уассалам бірге отырып ауыр нәрсе жерге түскенде шыққан үндей дыбыс естідік. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам, бұл ненің дыбысы екенін білесіңдер ме деп сұрады. Біз Алла және оның елшісі біледі дедік. Ол бұл тас Алла оны тозаққа 70 жыл бұрын жіберген. Сол енді түбіне барып түсті деп айтты. Табаридің риуаяты бойынша бір күні пайғамбарымыз қатты жаңғырған үнді естіп шошып кетті. Сол сәтте Жибрил келді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам одан, уа Жибрил, бұл ненің үні еді деп сұрады. Жибрил алейхиссалам оған 70 жыл бұрын тозаққа бір тас лақтырылған еді. Ол енді ғана оның түбіне түсті. Алла соның дауысын саған естуді қалаған деп жауап берді. Сол оқиғадан кейін көзі өткенге шейін пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам аузы ашып күлген көрілген емес. Ахмад ибн Ханбал руаяты бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тозақтың темір тоқпақтарының бірі жерге түсірілсе, адамдар мен жындар бірігіп те оны орнынан көтере алмас еді деген. Хакімнің риуаяты бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тозақтың темір тоқпақтарының бірі тауға түссе, тау талқандалып күлге айналмақ деп айтқан. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам айтады, тозақтылардың денесі тозақта өте үлкейеді. Құлақтарының жұмсағы мен иықтарының бастарына ортасы 700 жылдық қашықтық, терілерінің қалыңдығы 70 кеш және азу тістері Ухуд тауындай биік болады. Ахмад ибн Ханбал риуаятында былай дейді, бір күні Ибн Аббас тозақ қаншалықты кең екенін білесің бе деп сұрады. Жоқ, білмеймін десем, әлбетте білмейсің, тозақтың құлағының жұмсағы мен иығының ортасында 70 жылдық қашықтық, ол жерден қан ірің дариялары ағады дейді. Мен қан ірің дариялары дейсің бе деп сұрадым. Ибн Аббас жоқ, қан ірің далалары деп жауап берді. Ахмад ибн Ханбал риуаяты бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ғассақтан бір шелек жер бетіне төгілсе, бүкіл дүние жүзін сасытып жібереді деген. Ғассақ олардың сыбағасы. Міне осы ендеше ондағы қайнақ су мен қою іріңді әбден татсын деген аят пен тек қайнаған су мен ірің ғана деген аятта аталған қан ірің. Мінеки достар, мен сіздерге тозақ жайлы тек қана кішкентай ғана ақпарат бердім. Берілмеген ақпараттар өте көп. Достар, иманға келіп, ақыретімізді де қолға алайық. Намаз оқып, Аллаға құлшылық жасайық.